Хе-хе, попс. Хе-хе. Мәссаған, жампыр жауа бастады. Кемпір қосақ фабрикасы кемпір қосақты дайындай бастау керек. О, жоқ! Найзағайдың кесірінен слаймы бар құтылар сынып қалды. Олар кемпір қосақ жасау үшін керек еді. Енді дұрыс түстерді таңдап, кемпір қосақ жасауға көмектесіңдерші. Кемпір қосақтың бірінші түсі қайсысы? Ол қызыл. Дұрыс. Қызыл слаймға секір. Келесі түс қандай? Бұл қызғылт сары. Сәйкес слаймға секір. Келесі сары түс. Сары. Соған секір. Келесі түс қандай? Жасыл. Жасыл слаймға секір. Әрі қарай қайсысы? Көгілдір. Көгілдір слаймға секір. Келесі қай слаймды таңдауымыз керек? Көк. Соған секір. Соңғысы күлгін. Күлгін түсті слаймға секір. Қараңдаршы, қандай керемет кемпір қосақ шықты. Тамаша! Көмектеріңе рахмет. Сау болыңдар. Қош келдіңдер, балақайлар. Бүгін біз әртүрлі челлендждерде жарысамыз. Біздің бірінші челлендж арқан секіру. Дайындал. Секір. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Жарайсың. 5-3-тен артық. Келесі шеңбер айналдыру челленджі. Оны кім ұзақ айналдыра алатынын көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Керемет, 6-9-дан кем. Біздің соңғы тапсырмамыз тепе-теңдікті сақтау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тең болды. 10, 10-ға тең. Қандай керемет челлендждер. Бүгін біз артық, кем және тең ұғымдармен таныстық. Тағы да басқа танып білу челлендждеріне қатысу үшін бізге жазылып қой. Сау бол. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қайда бара жатсыңдар? Дүкенге ма? Не алатындарыңды көрейік. Бірінші таңдау алма мен кәмпиттің арасында. Қайсысы пайдалы? Тамаша таңдау. Алма пайдалы. Енді сәбіз бен чипсы. Қайсысы пайдалырақ? Тамаша. Сәбіз қытырлақ және пайдалы тағам. Жүзім бе? Әлде мармелад аюма? Керемет! Жүзім тәтті және пайдалы таңдау. Брокколи немесе балмұздақ. Қайсысы пайдалы деп ойлайсың? Жарайсың! Брокколи витаминге толы. Пайдалы және зиянды тағамдарды үйрендік. Сау болыңдар!